Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Нұрасыл. Бүгін біз жасанды интеллекттің нағыз мүмкіндігін, яғни іс жүзінде тексеретін боламыз. Көпшіліктің жасанды интеллектті тек мәтіндік чат-боттар деп ойлайды. Бірақ та бүгінгі таңда дизайн мен IT саласына арналған өте қуатты мамандандырылған нейрожелілер бар. Солардың бірі мен қарастыратын бүгін Wizard деп аталады. Мен бұл құралдың көмегімен бірнеше минуттың ішінде мобильді қосымшаның толыққанды интерфейсін қалай құруға болатынын көрсетемін. Ендігі менің алдымда тұрған мақсат ол пайдаланушылардың күнделікті тамақтануын бақылайтын Calorie and Nutrition Tracker деген қосымшаның дизайнын жасау. Әдетте мұндай интерфейсті нөлден бастап жасап салу үшін дизайнерге бірнеше күн қажет болады. Яғни ол ұзақ уақыт алады. О жақта түстерді таңдау, батырмалардың орналасуын ойластыру және де логикалық құрылымын құру сияқты мәселелері көп. Біз бұл процесті автоматтандырамыз және де искусственный интеллект деректер ағынының логикасын қалай түсінетінін тексереміз. Ал енді жұмыс процесіне көшсек, ең қызықты бөліміне көшейік енді. Дәл қазір Wizard платформасына кіріп отырмын. Мына жерге алдын ала дайындалған промптты қоямыз және де оған тапсырманы жүктейміз. Мен Wizard платформасындағы автодизайнер функциясын таңдадым. Мұнда біз нейрожеліге ағылшын тілінде нақты тапсырма бердім, жаңа көргендеріңіздей. Осы промптты енгіздім. Яғни назар аударсаңыздар, мен тек маған дизайн жасап бер деген жоқпын. Яғни мен түстер палитрасын бердім, яғни ақ және де изумруд түсін. Басты экрандағы элементтерді калория дөңгелегі, таңғы ас, түскі ас бөлімдерінде жаза шықтым. Және жалпы стилистиканы нақты көрсетіп, оған тапсырма бердім. Жасанды интеллект қазір мыңдаған дайын дизайн жүйелерін таңдап, бізге ең тиімді нұсқаны жинап беретін болады. Ал міне біздің нәтижеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, жасанды интеллект бізге тек әдемі сурет емес, яғни нағыз интерактивті макет жасап берді. Батырмалардың орналасуы өте ыңғайлы. Түстер адамға мотивация беретіндей таңдалған. Мінекей, мынау біздің нәтижеміз. Яғни бұл дизайнерлердің, яғни осындай приложение жасайтын адамдардың біршама уақытын үнемдейді. Яғни 90% жұмысты ол бізге жеңілдетеді. Бұл кәсіби құралдардың көмегімен уақытты қалай үнемдеуге болатынының осы жарқын мысалы болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.